Әсел, осы пиар саласының маманы ретінде сіз айтыңызшы, белгілі бір осыған түсініктеме, абырой бедел дағдарысы дегеніміз не? Бұл абырой бедел дағдарысы бұл бірінші жеке тұлғаның немесе мемлекеттік мекеменің болмаса жаңағы компанияның сенімінің әлсіреуі. Бір сөзбен айтқанда, олардың репутациясына қауіп төнген сәт деп айтуға болады. Бұл сәтті біз үшке бөлеміз. Бірінші диагностика, бұл кезде неге әсер етті, қалай әсер етті, барлық ақпаратты саралаймыз да таза ақпарат береміз, эмоциясыз таза ақпарат береміз. Екінші, бұл позиция. Белгілі бір берілген департаментпен позицияны бекітіп, сосын ол позицияны тексеріп, ақпаратты береміз. Үшінші, коммуникация. Жедел ақпарат беру. Қазіргі уақытта уақыт ол алтынмен теңеледі. Сондықтан тез ақпарат берсең, ол кризистің алдын аласың. Сондықтан уақытлы, нақты ақпарат беру керек.